Әкем мен шешем ас үйде сөйлесіп отыр. Ауық-ауық дауыстары қатты шығып кетеді. Әңгіменің кім жайлы екенін ішім сезеді. 10 жасқа жаңа толсам да, оң-солымда жата аламын. Өзім солай ойлаймын. Әке-шешенің дауыстары көтерілген сайын, бесікте алаңсыз ұйықтап жатқан қарындасыма қараймын. Сөп сүйкімді өзі. Пыс-пыс етеді. Дүниеге келгеніне 3 ай ғана болды. Үйде бесеуіміз. Қарындасым әзірге кенжеміз. Ас үйдегі екеудің дауысы бұл жолы қаттырақ шықты. Аузынан қағынып берем деген өзің, деді шешем. Енді қайтпексің? Осыдан сөзіңде тұрмасаң, орақ сені о дүниеде де көрмей кетеді. Қанша жылдан берге келе жатқан досың бүгін кешке келеміз депті. Бір шешімге керейік. Ал енді не дейсің? Әкем ұзақ үнсіз қалды. Мына жақта отырып мен жан таппай кеттім. Орақ әкемнің жан досы. Біздің ауылға Мақпал тәте екеуі жас маман болып келіп, жұмыс істеп жүр. Әкем екеуі қашан, қалай танысқандарын білмеймін. Әйтеуір мен ес білгелі біздің үймен жақын араласып келеді. Шешем қарындасыма жүкті кезде Орақ аға мен Мақпал тәте біздің үйде қонақта болған. Сол кезде Орақ аға қызып отырып, бір әңгіменің шетін шығарған. Сыққа, екеуміздің тос түйістіріп, дос болғанымызға 10 жылдан асыпты. Осы уақытта мен сенен ештеңемді аяған жоқпын. Сен де, керек болса жүрегімізді жұлып беруге даярмыз. Солай емес пе? Солай, деді әкем, досын құшақтап. Менің барым сенікі, сенің барың менікі. Олай болса, бір өтініш айтайын, деді. Орақ ағам досын құшақтап. Мына Мақпал екеумізде жалғыз ұл бар. Құдайдың онысына да тәуба. Өзің білесің, дәрігерлер Мақпалға енді бала көтеруге тыйым салды. Болмайды. Ана, ұл жалғызтырамасын десең, ертең дүниеге келетін балаңды маған бер. Әкем анаға қараған. Ол төмен қарады. Орақ ағам еңкілдеп жылап отыр. Оған Мақпал тәтем қосылды. Соңы баланы беретін болған. Ас үй жақтан әкемнің даусы естілді. Бір шешімге келген сияқты. Сол күні Орақтың көңілін қимаған едім. Оның үстіне қызып қалды ғой. Ертесі ойланар дедім. Енді білмеймін. Кешке келсін, көрерміз. Оған дейін айтар жауабын ойланармын, деді әкем. Ойлансаң ойлан, жауабын өзің бер. Менің де жүрегім қан жылап тұр, бергім келмейді. Досыңды да жоғалтып алма, деді шешем даусы дірілдеп. Құдай-ай, не істесем екен? Орақ ағамның мінезін білемін. Бір кетсе қатты кетеді. Әкемнен ат құйрығын үзіп көрмей кететіні анық. Әкемді білем ғой. Түсі суық болғанымен мінезі жұмсақ, көңілшек. Өзі де 36 жасқа дейін бала көрмей, тағдырдың терпішін көп көрген. Досының көңілін қимай, қарындасымды бере салса ше. Өз ойымнан өзім шошып, терлеп кеттім. Қарындасыма қарағанмын. Пысылдап ұйықтап жатыр. Өзі сондай сүп сүйкімді. Ас үйдегі екеуі әлі сөйлесіп отыр. Бір байламға келе алмай отырғандарын анық. Шешемді түсінемін. Қай анаға болсын біреуге көтеріп, өз перзентін бере салғысы келеді дейсің. Өзін өзі қойырға жер таппай, ала сұрып, әкеме әлденені дәлелдеп бағуда. Әкем алтын ғой менің. Әлемде одан мейірімді, одан ақылды адам жоқ шығар мен үшін. Барлығында сабырмен шешеді. Осы жолы қателеспесе екен. Сыртта үй тұрды. Сосын қақпа ашылып, біреудің кіргенін білінді. Жүгіріп барып терезеңе үңілгенмін. Күлімхан апам. Әкемнің қарындасы. Көрші ауылда тұрады. Әкелері соғыстан қайтпаған соң менің әкем қарындасын өзі жетектеп жүріп өсірген, адам қылған. Күлімхан апам да әкемді әкесіндей көреді. Бір дауыс көтеріп сөйлеген естімеппін. Ағалап тұрғаны. Апам ас үйдегілермен амандасып, қарындасымыз екеуміз отырған бөлмеге өтті. Мойнына асыла кеттім. Ол да құшақтап мені құшарлана иіскеп жатыр. Әй, амансың ба күнім? Мыналар ренжіп жүрген жоқ па сені? Сені ескесем, шешемнің ескереді. Марқұм сені 7 жасына дейін қойын алып жатты ғой. Әжеңді ұмытқан жоқсың ба? Сен мыналардың емес, әжеңнің баласысың. Ұқтың ба соны? Күлімхан апам сөйлеп жатыр. Мойнынан құшақтап, егіліп жылап мен тұрмын. Әй, ойбу, не болды саған? Жылап тұрсың ба, деді бір кезде апам. Кім тиген саған? Кім тиісті саған? Қане, айтшы, айта қойшы. Жаңағы жылағаным түк емес, енді боздап қоя бердім. Апам шошып кетті.
Әкем мен шешемді жүгіріп келді. Мыналар, дедім, әкем мен шешемді көрсетіп. Қарындасымды орақ ағаға берейін деп жатыр. Ол әлі кішкентай ғой. Ол менің қарындасым ғой, апа. Айтыңызшы оларға, қарындасымды оларға бермесінші, апа. Күлімхан апам әуес әкем мен шешеме қарады. Олар үндемеді, тіл қатпады. Қайтадан ас үйге кетті. Апам басымнан сипап күрсінді. Бұларға бала ойыншық болған ба? Жеңгемді қойшы, сірә ағама не жоқ? Мойнына бұршақ салып жүріп, Алла тағаладан әзер сұрап алған балаларын басқаға бергені не сұмдық? Жылама күнім, қарындасыңды ешкімге бергізбейміз. Мен бүгін осы үйде қаламын, қасыңда боламын. Күлімхан апам ас үй жаққа қарай кетті. Кәдімгідей жеңілдеп қалдым. Әке шешеме де орға аға айтатын сылтау керек болып отыр еді. Апамның келгені жақсы болды. Қарындасыма қарағанмын. Манағы шудан оянып кетсе де, жыламай момақан болып жатыр. Әлде әңгіменің өзі жайлы екенін сезіп жатыр ма? Кішкентай ғана қолдарын қыбырлатып, маған қарап күліп қояды. Сүйкімді өзі. Күлімхан апам әкем мен шешеммен ұзақ сөйлесті. Мән жайға қанықты. Сүт қатқан көреңшеді көпте ішті. Мен де бұл кезде дастарханның шет жағына отыра кеттім. Шешем жақтырмай қараған. Әкем отыра берсін деді. Ол менімен үнемі үлкен адамдай сөйлесетін. Бала сынбайтын. Бұл жолда үлкендердің әңгімесін тыңдасын. Өмірдің бала ойлағандай жеңіл еместігін, күрмеуі қиын сәттері көп екендігін түсіне берсін деген шығар. Аға, мен қазір ауылға қайтамын, деді апамыз әкеме. Ешқашан бетіңізге келіп, қатты сөз айтып көрмеп едім. Айтпаймын да. Мына қызды бермеңіз, жерде жатқан бала жоқ. Күлімхан, сенікі дұрыс, деді әкем. Босаған кесесін шешеме ұсынып жатып. Мен де сенің сөздеріңді жерге тастай алмаймын. Сен болмасаң мына өмірден қубас болып тіземді құшақтап өтермедім. Ағама алданыш болсын деп, бір ұлың мен бір қызыңды үйге өзің әкелгеніңді елдің бәрі біледі. Әкем үнсіз қалды. Үйдегі үлкен ағам мен әпкемнің Күлімхан апамнан туған мен де білемін. Біз тумай тұрғанда әкем асырап алыпты. Әкем ешқашан оларды бізден бөлген емес. Шешемнен де соны талап ететін. Аға, мен сол үшін қызды берме деймін, деді апам күрсініп. Олардан бөлек 10 балам бар. Бірақ осы екеуін шиеттей кезінде өз қолымен әкеп бергеніме әлі өкінемін. Қандай жақыныңа берсең де туған анаңның мейірімде болмайды, аға. Солардың екі ортада жалтақтап жүргендері менің жанымды ауыртпайды деймісіз? Өмірде шын әкесінің, туған анасының атын атай алмаудан өткен қорлық бар ма? Менің кәтелігімді сен қайталамашы, аға. Өкінесің. Апам сөзінің соңын шешеме қаратып айтты. Бұдан соң ешкім үндемеді. Үнсіз дастархан жиналды. Сәлден соң мені маңдайымнан сүйіп Күлімхан апам ауылына қайтты. Түстен кейін әкем қора қопсын аралап көп жүрді. Үйге кірмеді. Тек күн батар шақта сырттан шешеме дауыстады. Мен орақтың үйіне өзім кеттім, деді. Алдынан өтейін, түсіндіріп көрейін. Түсінбесе өзі білер. Әй, қиын болады-ау. Әкем тез оралды. Көңілсіз. Кешкі шайын ішті де жатып қалды. Орақ аға оңдырмай сыбаған сияқты. Тіпті енді бірін-бірі көрмейтіндей шығар. Мейлі, араласпай-ақ қойсын. Әкеме дос табылар. Қарындасым үйде қалды. Оны орақ ағама бермеді. Мен үшін бұдан артық қуаныш жоқ. Осыны ойлап жатып ұйықтап кеттім. Орақ аға шынымен де біздің үйге келмейтін болды. Әкем де оны іздемеді. Бір-біріне қатты ренжігендері анық. Осылай бір жыл өтті. Бір күні кешкісін сабақтан келсем, әке шешем барларын киіп қонаққа жиналып жатыр. Үйде бала көп. Қонаққа барғанда біреуі ғана. Онда да кезекпен ілесіп барады. Менің кезегім еді. Жатта кеп жабыстым. Орақты үйіне барамыз. Тез киініп шық, деді әкем. Мақпал тәтен қыз туыпты. Жан таласып киініп жүріп, Мақпал тәтенің қызын ойладым. Ол кісінің тумайды деп еді ғой. Өзі туса менің қарындасым неге сұраған? Мақпал тәте туса, әкемдер перзентханаға барар еді ғой. Сырттан әкемнің дауысы қатты шықты. Мына бала шыға ма жоқ па? Қой, өзіміз кете берейік, деп. Шала шарпы киініп соңдарынан зыттым. Әлі ойланып келем. Мақпал тәте шынымен туды ма? Арақ ағаның үйіне біраз адам жиналып қалыпты. Өзі өте көңілді. Әкемен құшақтасып амандасты.
Өткендегі өкпесін ұмытқан сыңайлы, әлде Мақпал тәтем босанған соң кешірді ме екен? Дастархан басында ағыл-тегіл тілектер кетіп жатыр. Бәрі Орақ ағам мен Мақпал тәтемді қызды болумен құттықтайды. Екеуі де мәз. Түпкі бөлмеден сәбидің жылағаны естілді. Ондайда Мақпал тәтем сүріне қабына жүгіріп бара жатады. Соңынан ере кіргенмін, кішкентайды көргім келіп. Перзентханадан кеше келген сәбиге ұқсамайды. 3-4 айлық шамасы. Шырқырап жылайды. Мақпал тәтем басында емізігі бар құтын аузына салып әлек. Сәби сәл-сәл сорады да қайта шығарып тастайды. Тағы жылайды. Үлкендер түгілі мен түсіндім. Мақпал тәтем бұл қызы тумаған, асырап алған. Қонақтан үйге қайтып келеміз. Әкем мен шешем сыбырлап сөйлейді. Мен түсініп қоймасын деп астарлап айтады. Жақсы болды дейді әкем шешеме. Досының арманы орындалды. Жан таласып кетіп еді. Мақпалдың туған сіңлісі деді ме? Иә, талға жақта тұрады деп естігенмін, деп шешем күрсініп. Жақсысы жақсы ғой, балаға жүрегім ауырып кетті. Жатырқап жылай береді. Сіңлісі де ана жақта жай таппай жатқан шығар. Ерте ме, кеш пе, білмеймін ғой деді. Ерте емшектен шығарып та жіберіпті тағы. Өй, саған не болған? Өз қызыңды бергенде езіліп келесің ғой. Орақ досым аман болса, ол қыздың өмірі керемет болады, деді әкем. Үлдемен бүлдеге орап өсіреді оны. Бермегенім жақсы болған, деді шешем. Естілер естілмес. Бермегені жақсы болған, дедім мен де ішімнен. Осы сәтте үйде болған қарындасымның еске түскені. Әке шешені артқа тасып үйге қарай ұшып келем. Бермегені жақсы болған. Бермегені жақсы болған. Алып ұшып үйге кіріп қарындасымды іздегенмін. Монтиып ұйықтап жатыр. Өзі сондай сүп-сүйкімді. Көп ұзамай Орақ ағам қалаға көшті. Үлкен бір қызметке тұрды деп естідік. Қалаға барғандар Орақ ағама соғып, әкеме оның сәлемін жеткізіп жүрді. Бір күні сабақтан келсем, әкем есік алдына мал сойдырып жатыр екен. Тез киіміңді ауыстырып шық, деді маған. Мал союға көмектес, есіктің алдын тазала, Орақ досым келе жатыр. Бала шағасы да бірге көрінеді. Үйге кіріп, киім ауыстырып жатып, Орақ ағамның қыздың есіме түсіп кеткені. Атын Айгүл қойып еді. Жасы да 5-ке шамалап қалды-ау. Қалай жүр екен? Көп кешікпей Орақ ағамдар да жетті. Есік алдында тоқтай қалған су жаңа Жигулиден алдымен ағаның өзі шықты. Сосын Мақпал тәтем де көрінді. Барлығының соңынан шашын әдемілеп өріп қойған қызыл ала көйлек киген кішкентай қыз секіріп түсті. Әппақ, көз тимеген секілді, құдды қуыршақ дерсің. Біздің үйдің 5-6 кір-қожалағы ауыздары ашылып қарап қалыппыз. Таңданысымыз мұнымен бітпеді. Орақ ағам мәшиненің жүксталғысын ашып, қызының заттарын түсіре бастады. Алдымен киімдерін, сосын ойыншықтарын. Құдай-ау, не жоқ дейсің мұнда. Ауыл баласының түсіне ғана кіретін түрлі қуыршақтар. Ағашқа байлай салып тебе беретін әткеншек. Несін айтамын? Әгілерді шығарып жатыр. Ең соңында 3 дөңгелек бір кішкентай велосипед. Біз жақта оны 3 аяқты дейді. Онысы да шықты. 5-6 кір-қожалақтың естен таңғандай болғаны рас енді. Қонақтар үйге кіріп шай ішті. Сәлден кейін соң ет желінді. Ескі достар қызу әңгімеге кірісті. Балалар есік алдында ойнап жүрді. Орталарында Орақ ағамның қызы Айгүл. Айгүл ақылды қыз болып келе жатқанға ұқсайды. Ойыншықтарын қызғанбай, өзімен тетелес менің қарындасыма да ұсынып қояды. Қарап отырсам екеуі екі түрлі әлем. Жас кезі ғой. Біз жақта ойын балалар көбіне аяқ киім кимейді. Қарындасым жалаң аяқ, көйлегі де көне тоз. Оның қасында Айгүлді әлде бір елдің ханшайымы дерсің. Күн шамаласын дедім екен, басына әдемі қамыс қабақ киісіп қойыпты. Аяқ киімі жалт-жұлт етеді. Манадан бері менімен бірге осының бәрін бақылап отырған інім Абылай мырс етті. Кішкентайынан тілі қыршыңқы болатын. Осы қызды Орақ ағама бере салуымыз керек еді, дейді. Қарындасымызды нұқсап. Қазір ғой ана қыздың орнында жүрер еді. Не шем, не киім демейді. Рахат емес пе? Кетшей, дедім жыным ұстап. Басынан алтын саулатып өсірсең де өз қызыңдай болмайды. Сен не білесің? Інім бірдеңе деп жауап бергенше орнынан тұрып үйге кіріп кеттім. Ол да сөйлей береді екен. Қарындасымды бермегені бәрібір дұрыс болған. Ертесі әке шешем қонақтарды көкке шығарды. Біз жақса пикникті осылай дейді. Ауыл сыртындағы өзен жағасына қазан ошақ көтеріліп, көрпе жайылып, дастарханға дәмнің түр-түрлі қойылды.
Үлкендер сол жерде арқа-жарқа әңгімелерін айтып, балаларын өзен жағалап ойнап жүрді. Тау өзенінің ағыны қатты болғанымен онша терең емес. 15 жастағы менің өзім жаяу кеш өте беремін. Кішкентай балаларды суға жақындатпасаң болғаны. Басында Орақ ағам бізге сенбей, Айгүлін өзі қарап тексеріп жүрді. Қызым, өзенге жақындама, жүрші менің қасымда отыршы деп кәдімгідей алаңдады. Папа, осында отырайыншы, мұнда әдемі тастар көп екен. Қалаға барған соң аквариумға саламын. Жинап алайыншы дейді қызы қиылып. Жарайды дейді Орақ ағам жадырап. Жинай ғой. Әй, сендерді қарап отырмай, менің қызымның аквариумына әдемі тас жинаңдар. Кім көп жинаса, соған ақша беремін дейді Орақ ағамда. Аквариумның не екенін білмесем де, шуылдақтар әдемі тас жинауға кірісті. Өзеннің шетінде құмда ондайдың неше түрі бар. Тапқандарын ханшайым қызға көрсетеді. Қыз ұнатса қалтаға салып қояды, ұнатпаса лақтыра салады. Тас жинаудың қызығымен өзен бойлап ұзақтау кетіп қалған екенмін. Жоғары жақтан шу шықты. Ойбай, кетті. Ойбай, мынау Айгүл ғой. Құрыдау, құрыды. Төменде иірім бар. Есім шығып кері қарай жүгірдім. Сәл жоғарыға өзенге бір батып, бір шығып келе жатқан Айгүлді көрдім. Өзен жағалап жүгіріп келе жатқан топтан Орақ ағам бөлініп шықты да суға қойып кетті. Төмендегі иірімге 100 қадамдай ғана қалған еді. Гүрілдеп ағып жатқан тау өзені таяз болғанымен ағаны қатты дедім ғой. Орақ ағам су астынан ырсиып шығып тұрған үшкір тасқара сүріне қабына қызына жетті әйтеуір. Ағынды су Айгүлді иірімге апарып тастай салса не болар еді? Құдай сақтады. Қызын көтеріп жағаға шыққан Орақ аға оны құстырып жатыр. Суды көп жұтып қойған сыңайлы. Қызы көзін ашып жылап қоя бергенде ғана Орақ ағам басын ұстап отыра кетті. Күнім-ау, айырылып қала жаздадым ғой деп егілді. Сенің табаныңа кірген шөңге менің маңдайыма кірсін деп жүрмін ғой. Жаратқан өзің бердің ғой. Неге алып кете жаздадың? Тиіспеші, Айгүлмен ажыратпашы мені. Ағамды әзер тоқтаттық. Айгүл дін аман, ал ағамның көйлегі де, шалбары да жыртылып, ар жағынан қан көрініп тұр. Маңдайында тасқа ұрған секілді, қатты жырылған. Дереу ауруханаға апардық. Аяқ қолы тілінген, миына зақым келген депті. Орекем ауылдан 10 шақты күн демалып, сосын ғана қалаға қайтып кетті. Содан мектеп бітіргенше ол отбасын көрмедім. Арман қуып Алматыға аттанып барамын. Шығарып саларда әкем Орақ досына сәлем айтып, үйіне кіріп шығуымды тапсырды. Көзім өтілдеп тұрған қарындасымды құшырланып бір сүйіп, күтіп тұрған мәшинеге отырып қалаға бет алдық. Орақ ағамның үйін тез таптым. Қоңырауын басып едім, біразға дейін ешкім аша қоймады. Сәлден соң есікті Мақпал тәтем ашты. Маңдайымнан сүйіп, қуанып жатыр. Маған бәрібір көңілсіз көрінді. Жылағаннан ба, көзінің алды ісіп кетіпті. Үйде басқа ешкім жоқ сияқты. Ауыл аймақтың амандығын білген соң, тәтем ас бөлмеге шай қоюға кетті. Орақ ағам қайда екен? Айгүл көрінбейді ғой. Ұлы қайда? Ойланып қалдым. Ұл сабақта деді тәтем менің ойымды оқып қойғандай. Ағаң жүрегі сыр беріп ауруханада жатыр. Айгүл жайлы айтпады. Мен де сұрауға бір-екі рет оқталдым, батпадым. Шай ішіп отырғанда тәтем өзінен өзі жылап қоя берді. Айгүл кетті ғой, деді егіле жылап. Енді келмейді. Әке шешесін тапты. Ана бәлелер үндемей жүріп құлағына сыбырлай беріпті. Қыз да бізге білдірмей тыңдай берген. Өткенде сіңілімнің үйіне қонуға қалдырғанбыз. Содан келмеді. Бармайды деп сәлем айтыпты аналар. Жүрегім қысылып кетті. Не деп жұбатарымды білмедім. Орақ ағама обыл болды-ау. Бәсе, жүрегі мықты еді ғой. Қызының қайғысы алып бұрған шығар. Тәтеммен асығыс қоштасып сыртқа шықсам, Алматының ақ жауыны төпелей құйып тұр екен. Көп ұзамай Орақ ағам өмірден өтті деген қаралы хабар жетті. Досының қазасына ауылдан әкем де, шешем де келді. Жаназасына жиналғандардың қарасы өте көп болды. Бірақ Айгүл мен оның шын әке шешесі көзіме түспеді. Оны жиналған жұрт та күбірлесіп айтып жатты. Назарларыңызға рахмет. Мен ұсынып отырған осы әңгімеден өз ойларыңызды, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетіңіздер.